Мына кісілердің отырысы жаман емес. Қалайсыңдар? Күшті болып не боласыңдар ғой? Үстімде жатса. Папаң кеше павлодарский картошкасын қуырып, жеп. Маған сөйледі, да тағы жеп қойды. Әкем жеме дейді. Төмен жеместер қызғанып жатыр тамағы. Мына жақта алмалардың жағдайы жаман болып кетпей ақысы. Ыстықта тұрып. Адам мен тері әкіп берген алма болады. Иә, тұрып. Далада қазір жақсы болып қалды. Салқындап ауыр ай. Амыр жана жақта. Огурец суарып. Ана берген қазын лақтырып берген сияқты. Не істеп жүр ана бала? Өйтіп жүр. Бірақ ана қазір маймен аузына салып жіберме. Мен жемеймін Маймен жас маймен көрдің бе? Етімен қосып беріп пе? Ертімен әлі. Рахмет. Жемеу кеткен жерде. Жатыр. Ісіп кеткен мен қарамай. Мен бағам бер ана Реал Мадрид пен Қайратты қарап. Билет стадион салынады дейді. Билет мен Дубайдан соң бір досым, араб досым соң ұшып келейін деп жатыр ғой арнайы. Содан кейін білгенсің ол жаңалықты. Не дейді мына бала? Қытай тілін жүрегімді аударып беріңдерші. Ал енді мен Астанадан келгендегі сүйікті традиция не? Сыйлықтарын беріп тастадым. Қолдарына тағып алды. Күшті нәрсе. Ал төркінге келіп еркелеп, таң атпастан құйрық бауыр жеп, енді тыңқиып жатқан. Таңғы 5-6-ларда ұйықтадым, 12-ден кете тұрдым. Бет деген табақтай болып түсіп кеткен. Режим пока. Итаки режимім дұрыс жоқ адам, енді қолға алу керек алағасы. Но бетім увлажненно күшті болып тұр. Гелпенкамен жуған жоқ. Жода соңғы бірнеше күн мұрын деген бітеліп, аллергия ма непонятно. Көз қышып, мұрын қышып. Мен соңғы аллергия бір топырақтан аллергия алып жүрсіңдер ме? Қалайсыздар, папа? Күшті қалай болып жатыр? Бізде қазақтар әпті 9-10-да 11-де тамақ ішеді ғой. Иә. Бірақ мен ертерек ішіп алғам мен. Да? Жеп тамағымды. Папаның менюі басқаша, бізде басқаша кейде. Иә. Өз-өзіміздің ішетін уақытымыз бар. Бүгін кеш болып кетті, ерте шығып қоятымыз. Сибирьге бардым қалаға салпақтап. Қалаға барам, жүгіп барады қымайладым. Пробка екен, не барасыз ма? Пробка қатты айтып бересің ғой, мағайтқан дән келді. Қасты отырмайсың ба? Магинен кетіп қапты, мынау. Табазикпен ұшып кеткен ғой. Ауыр салақтан. Айтпайды жоқ. Папайдан ауыр салақты неге баласы, бір аны білдіріп қойған бала сияқты деп.